Жалпы сөйлеу тілінің кешеуілдеуі, яғни ЗР. Бұл балада түсінік сақталады, ойын жеткізе алмайды, сөздік қоры аз немесе мүлде сөйлемейді. Дәл осындай балаларға ЗР деп қойылады. Бұл ЗР бұзылысы ешқандай диагнозға жатпайды, бұл жай ғана бұзылыс. 3 жасқа дейінгі қойылатын бұзылыстың түрі. Яғни 3 жасқа дейінгі бала сөйлемейтін болса, значит ода ЗР. Ал егер 3 жастан асқан 4 жасар, 5 жасар бала болса, бұл кезде ЗР-ге жатпайды, ол кезде басқа да бұзылыстар бар деген сөз. Оны қарастыру керек, диагностика жасау керек. Енді ЗР 3 жасқа дейін дамитын нәрсе, яғни балаңыз 2 жас, 2,5 жас, 1,5 жас, бірақ ешқандай сөйлемейтін болса, оны 3 жасқа дейін онымен түзету жұмыстарын жасап, баланы сөйлетуге болады. Әрі қарай бала туылған сәтінен бастап, балада сөйлеу тілі уже дамып бастайды. Мысалы, жаңадан туылған баламен 1 айлық арасында балада жылау болады, айғайлап жылау болады. Ол өзінің қарнын ашқанын, қандай да бір жайсыздықты, ауырсынуды, ол айқайлау арқылы, жылау арқылы, шыңғырып жылау арқылы білдіретін болады, яғни ата-анасымен солай қарым-қатынасқа түседі. Бұл оның алғашқы сөйлеу тілі болып саналады. Енді ары қарай 2-3 айында балада гуілдеу пайда болады. Бұл да оның сөйлеу тілі дамып келе жатыр деген сөз. Қандай да бір дыбыстарды айтып, гуілдеп бастайды, дыбыс шығарып бастайды. Ары қарай 4-5 айында балада интонация пайда болады. Интонация бұл бір дыбысты ұзақ созып айту, а деген сияқты. У деп, дәл соны интонация дейміз. Ол қалыпты балалардың бәрінде осылай даму керек. Ары қарай 5-6 айында балада алғашқы буындар пайда болады. Ба, да, гу, ба деген секілді баланың алғашқы буын сөздері пайда болады. 7-8 айында баланың бұлдырлауы, гуілдеуі бәрі күшейеді. Ересек адамның сөзіне соны қайталағысы келіп, ересек адамның сөйлеу ырғағына ілескісі келіп тұрады. 9-10 айында кейбір сөздерді қайталайды. Мама, папа, ата деш дегенде ата, апа дегенде апа деген сияқты. Соған ұйқастырып, апа дегенде аба деген сияқты, папа дегенде баба деген секілді қылып қайталап бастайды, ұйқастырып. 11-12 айында бала мамасына қарап мама, папасына қарап папа деп қолданып бастайды. Және 1 жасында балада еліктеу сөздер пайда болады. Мысалы, тук-тук, піш-піш деген сияқты, ням-ням деген сияқты, және мәх деген сияқты бір еліктеу сөздер қосылады, соны айтып бастайды. Ары қарай 1,5-2 жасында сөздік қоры көбейеді, 10-15-20 сөзге дейін көбейетін болады. 2 жасында 2 сөздің басын құрап бастайды. Доп-бе, алма-бе, ту-бе деген сияқты, су-бер, доп-бер, алма-бер деген сияқты. Оның ол кезде грамматикасына қарамаймыз, өйткені бала әлі ол кезде анық сөйлемейтін болады. Ары қарай 3 жасында бала 3 сөзден тұратын сөйлемдерді айтуы керек. Маған алма бер, мен допты аламын, сол сияқты мен далада ойнаймын деген секілді сөздерді анық емес болса да, осылай 3 сөзден құралған сөйлемдерді айтып бастайды. Енді дәл осылай, 3 жасында бала 3 сөздің басын құрап сөйлей алу керек, диалогқа түсе алу керек. Бір нәрсе сұраған кезде ол жауап бере алу керек. Доп қайда? Мұнда деген секілді. Және 3 жасында баланың сөзі 1000-1000 сөзге дейін сөздік қоры көбейеді, яғни бала толыққанды диалогқа түсе алады деген сөз. Балаңыздың сөйлеу тілі дәл осы онтогенез бойынша дамып жатса, ол норма. Егер дәл осылай дамымай тұрса, балаңыз 2 жас, бірақ әлі 2 сөздің басын қосып айта алмайды, тек қана мама, папа деп 1 жасар баланың сөздік қорымен жүрген болса, онда сіздер 1 жыл артта келе жатыр деген сөздер. Сіз оны түзету жұмыстары арқылы баланы өзінің 2 жас баланың сөздік қорына дейін көбейтіп, 2 сөздің басын құрайтында жағдайға жеткізе аласыз. Егер балаңыз 3 жас сөздің басын құрап айта алмайды, тек қана маған бер, су бер деп 2 сөздің ғана басын құрап айтып тұрса, ондай жағдайда тоже
түзету жұмыстарын жасап, байланыстырып сөйлеу сияқты барлық этаптардан поэтапно өтіп жұмыс жасап, 3 сөздің басын құрайтындай 3 жасқа сай сөйлеу тілін дамытуға болады. ЗИР-дің пайда болу себептеріне тоқталатын болсам, ЗИР-ге ең алғаш бала ананың құрсағына біткен сәттен бастап балаға оттегінің жетіспеушілігі, босану кезіндегі жарақаттар, гипоксия, жаңа оттегінің жетіспеушілігі, шалату деген сияқты жағдайлар осы ЗИР-ге алып келуі мүмкін. Және экологиялық нашар ауданда тұру, ауасы лас, суы лас деген сияқты. Және екі тілділік, қос тілділік, үш тілділік, мысалы ата-анасы үйінде қазақша сөйлейді, бірақ орыс садигіне барады, немесе керісінше, дәл осындай жағдайлар тоже баланың тілінің дамуына кері әсер етеді. Және қазіргі таңда көп кездесетін гиперопека, баланы шектен тыс қамқорлық жасау балаға. Бала А дегенде бәрі алдында тұратын болса, бала сөйлеуге мұқтаж емес болса да, баланың сөйлеу тілі кешігеді. Яғни ата-ана тарапынан шектен тыс қамқорлық, бала өзінің қажеттілігін сұрамайды, өйткені бәрі алдында тұр. Сұрауға жеткізбей ата-анасы бар жағдайын жасап тастайды. Мұның бәрі бала сөйлеуге ерінеді. Бала уже сөйлегісі келмейді, сөйлеуге мұқтаж емес. Мұндай кезде қарым-қатынас жасау, сұрақ қою, ал бер деген сияқты диалогтар болмағандықтан баланың сөздік қоры азаяды, сөздік қоры азайған бала тұйықталады, сол сияқты ЗИР-ге алып келеді. Енді дәл осының терісінше балаға вниманиенің жетіспеушілігі. Ата-ана қол бос емес, азаннан кешке дейін жұмыста, бала өзімен өзі өсіп келе жатыр, ата-анамен қарым-қатынас жоқ, әңгімелесу жоқ, мұндай жағдайда да ЗИР-ге алып келеді. Және де гаджетке тәуелділік, телефон, телевизор, ноутбук деген сияқты, мультфильмдер әртүрлі, ол да ЗИР-ге алып келетін бірден бір себеп. Және әлеуметтік фактор деген бар. Ол отбасылық жағдай, отбасындағы қатаң тәртіп, агрессиялы тәрбие, мысалы анасы қатал, немесе әкесі қатал, отбасыда ұрыс жанжал, олай өтпе, олай бүйтпе, бала өз ойын ашық жеткізе алмаса, бала қалағанын айта алмаса, әкесінен қорықса, мамасынан қорықса, немесе тағы да басқа бір агрессиялы сондай бір отбасыда өсіп келе жатқан бала солай тұйықталып, сөйлеуге қорқып, өз ойын жеткізуге қорқып, түбі ЗИР-ге алып келуі мүмкін. ЗИР-ді 3 жасқа дейін түзету жұмыстары жасалып, коррекция жасалып, қалыпқа келтірмесе, онда бала мектепке барғанда, сабақ оқығанда, мәтінді оқығанда, диктант жазғанда қатемен жазуы, осының бәрі сол ЗИР-ді толыққанды түзету жұмыстарын жасамағаннан, немесе кеш бастап түзету жұмысын кеш аяқтағаннан болады. Жаңа айтып өткенімдей, ЗИР тек 3 жасқа дейінгі балаларда болатын бұзылыс. Бала 3 жастан асқан болса, ол 4 жас, немесе 5 жас, оның сөйлеу тілі кешігіп тұр. Ойын жеткізе алмайды, сөздік қоры аз, немесе мүлде сөйлемейді, дәл сіздің сұрағыңызға жауап бере алмай тұр. Дәл осындай жағдай 5 жасар балада кездесіп тұр, бірақ ол ешқандай да ЗИР-ге жатпайды. Яғни 5 жасқа дейін бала сөйлемесе, мынау дамып келе жатқан баланың түсінігі, когнитивті қабылдаулары, баланың ойлауы, баланың реакциясы, баланың эмоциясы, бәрі тежеліп келе жатыр деген сөз. Яғни тежеледі 5 жасқа дейін бала сөйлемесе. Яғни ол да плюс бір бұзылыс болып тұрады. Егер 5 жасар бала сөйлемей тұрса, оның тағы басқа да қырынан оны тексеру керек болады. Психикалық дамуын тексеру керек болады. Түсінігі толықтай ма, зейінін, ойлау қабілетін, қабылдауын, осының бәрін тексеру керек болады. Яғни 4-5 жасар бала ЗИР болмайды. ЗИР-ден бөлек может ол ОНР, ОНР1, ОНР2, немесе дизартрия деген сияқты басқа да бұзылыстарға жатуы мүмкін. Сіздермен бірге болған мен Жансая Жақсылыққызы, логопед дефектолог. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар.